Барлықтарыңызға сәлем, мен влог түсірейін деп шештім. Сол себептен Аратай көрінсін. Менің түрімнен әсіресе мына бигудидан шошымаңыздар. Жаңа шаруаларымызды жасап келдік, енді қазір әжеге келдік. Мен басыма бигуди қойып қойдым, мен жерде білетін шығарсыздар, көрген шығарсыздар, иә, мен жерде ұзын челкам болды, соны осылай бюролап қойып жатырмын. Себебі осыдан кейін қазір кішкенеден шығамыз. Қыздармен біз жаңа үйдің шаруаларын жасап, алатын нәрсені алып келдік. Түсірген жоқпын, себебі адам көп пен ыңғайсыздан да кезде түсірген. Мен өзімен қазір осы сумканы ұстап жүрмін. Және де байқағаным, менен тіркелушілерім бұрынғыдай менің сумкемде не бар деген видеоны қалайды екен. Қазір қысқаша көрсете салайын. Мына сумкаға не алғанымды, негізі көп зат тасымаймын өзімен бірге. Не бірге ашсақ, бұл сумкамды жалпы сіздер бұрынғы видеоларымнан көрген болатын шығарсыздар, иә. Осыған дейін влогтардан ба, ішінде маска. Өзімен бірге зарядка жүреді. Айфонның зарядкасы басы Samsung'тікі. Өзімен бірге таситын болдым. Айфон зарядкасы тез бітеді. Және ең соңғысы ол тинт. Айтқанымдай менде өте аз зат. Мен сіздерге көрсете ұмытып кетіппін. Ең астында браслетім бар. Міне осындай браслет. Мен шықтым. Ерніме тинтті жағып алдым жаңағы. Күшті ұнап тұр. Шаш үлгіме келетін болсақ, мен шашыма осындай екі кішкентай өрімдер жасап қойдым екі жақта. Қазір тренд болып кеткен ғой, сондай шаш үлгілер көп деген ана айдылдарды қарасаң да сондай прическамен жүреді ғой. Енді қазір қыздарды күтеміз. Сосын кафеге барамыз. Қыздар пошу уже келіп қалдық сөйтті. Біз келдік. Бірден ягодный шайды, но блин, қандай шай екенін эфир заказға беріп қойдық. Сосын фреш посылка бірдеңе. Аидадан клубничный, қандай? Қалдым клубничный бірдеңе. Сок. Қандай? Сок. Енді қазір пиццаны күтіп отырық, және де Әйгерімді күтіп отырық, қазір келе жатырмын деп. Пицца келді. Бізге ас болсын. Привет, что дайсың? Мен влог түсіріп жатырмын. Влог? Привет. Всем привет. Біз тамақтанып алдық, енді қазір отырмыз, әңгімемізді айтып. Тиктоктар қарап жатырмыз, осыдан кейін тикток түсіруіміз келіп тұр, шығып қыздармен барлығымыз. Олар қазір фото түсіп отыр ма, бірдеңе істеп отыр, қазір көрсетейін. Айтпақшы, шашым қиып алып. Осылай. Әше көрсетейінші маникюр жасадым деп. Қалай жарысам екен Аржанға? Шашым қойсам. Өзіме қатты ұнап тұр. Мен де шашым қияйын ба? Өтір айтам қимайын. Ұзын шашым ұнайды. Фото түсіп жатыр, бірнеше жыл бұрын түскен фотоларын қайталап. Алыстан отырайық та, и как будто общаемся, что... Біз Алияға кіріп кеттік. Аржан түсіріп жатыр. Аржан өзіне жаңа киімдерін сатып алды. Бір бутикқа кіріп киімдер сатып алды. Сол мен жүрмін қарап. Білмеймін, двойка алам ба деп ойлап жүрдім, бірақ ұнаған жоқ қатты сапа жағынан. Ертең күзде қыста киюге бір двойкаға қарап жүрмін. Мүмкін ұнайтын тапсам алармын. Аржан. Қараңыздар қандай кроссовка. Әдемі қылып. Бізде карантин бітті ма өзі? Бітті. Нормально бітті. Солай егізі. Карантин біткеннен кейін торговый центрлар ашылды. Біз стадион жаққа, Арбатқа келдік. Тиктоктар түсіріп жатыр Аружанмен. Если что, көресіздер ғой бұйырса. Инстаграмдан, менің тиктогымын. Айтошы менің тиктогымын тіркеліп кетіңіздер, қалдырып кетем. Шай бар. Адам енді көп аз емес. Солай. Бірақ бүгін ауа райы кішкене салқындау екен, жел. Менің бүгінгі таңғы ас қарбыз. Өте дәмді, тәтті шыққан. Және де каша. Кашаның міндетті түрі таңертеңгісіне. Қайда мен витаминым міне. Осылай, барлықтарыңызға ас болсын, егерде тамақтанып жатсаңыздар. Бүгін менің влогымның екінші күні, және де біз жаңа уборка жасап бітірдік үйді жинап. Енді қазір жоспарларымызда кішкенеден кейін шығып, шопинг жасау. Сетиға барамыз, сояқтан қараймыз. Шопингті мен емес, Әйгерім жасайды, мен просто қасында жүремін. Стилист болып. Солай, осылай менің күнім басталып жатыр.
Ал ең бірінші қазір мен шашымды бәрін дұрыстап алу керек. Шопинг деп сағат 12 екен енді байқап жатырмын. Сол себептен ең бірінші біз қазір түскі ішіп аламыз, сосын шығамыз. Мынау Айгерім уже киініп алды. Дайындалып, боянып. Сол, егер де сіздер де қазір тамақтанып жатсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Good morning, teacher. Біз шықтық, енді қазір автобусты күтіп тұрмыз. Аялдамада. Кішкенеден кейін өзімнің бүгінгі влогымды, образымды көрсететін боламын. Картонға келдік, Айгерім киім киіп көріп жатыр. Қандай киім киемін? Қаншама киім киіп шықтым деді, қаншама джинсы киіп шықтым. Ешқайсысы келмейді ғой. Сол енді істейміз. Давай, Біз қысқасы шықтық. Айгерім қаншама джинсы киді, ешқайсысын алған жоқ. Скини джинсыды негізі әдемі тұрады, бірақ оған ұнамайды. Скини джинстерін алған жоқпыз. Енді шығып келе жатыр кішкене тамақтанып алайық деп. Себебі қатты шаршап кеттік. Ал сөз айтыңыз, ешқандай джинсы ұнамаған қыз. Жоқ, шынымен де мам джинсылары бір түрлі болды да. Ол мам джинсы алғысы келді. Айжанның подписчиктеріне сәлем. Айжанға тіркеліңіздер. Иә. Біз келді тамақтануға. Майсыз. Айгерім. Айгеріммен влог түсіру қиын, себебі біз екеуміз күле береміз. Мына қарны тоқ, екеуміз шықтық, қарнымыз тоқ болып. Келіңіздер. Қысқасы біз қазір мегаға бара жатырмыз. Сол жақтан іздейді Айгерім. Иә. Тапса. Иә, тапса. Бірақ табу керек енді. Табасын Бүгін деген бостан жүріп қаламыз етпіз. Демалған жоқ. келе жатыр Айгерім. Киім алып. Қайсы? Не алдың? Наконец-то Айгерім алды. Қаншама сағат жүрдің? Мен шаршап кеттім, болғысын қасында жүрем деп. Джинсы таппадық, біз жүрді бүгін. Ұнайды. Үйге барамыз. Мама ет асып қойды. Достар, біз Мегадан келдік. Және мен Мегада жүрген кезде менің телефоным қуаты бітіп қалды. Өкінішке орай көп нәрсе түсірілмей қалды. Бірақ біз үйге келдік. Айгерім өзіне киім алды. Қазір кішкенеден кейінірек көрсететін болып не алған. Ал мен жаңа келіп, шашымның астын қидырттым. Яғни асты кішкене жұқарып кеткен болатын. Және де көбісі сұрайды, сен осы шашыңды қимайтын шығарсың, сондықтан ұзын шығар деп. Мен енді андай өте қатты қысқа каре қылып немесе осындай орташа ұзындық қылып ешқашан қиған емеспін. Сол себептен де ол менде ұзын болып өсе береді. Алайда осылай жарты жылда бір реттен естіп қиып тұрам, астын бір 5-7 сантиметрден шығар. Ұштан кеткен болса немесе асты жұқарып кетсе, солай жаңартып кішкене астын тікелетіп, түзелетіп, сөйтіп қиып тұрамын. Соны айтайын дедім. Мен қазір не алғанымды көрсетемін. Айгерімнің не алғанын. Себебі мен бүгін оның стилисті болдым десем болады. Бірақ нақты алғысы келген затын таба алмады. Джинсыда, яғни сол себептен ертең де қайтып шығуымыз мүмкін. Тек енді Мега, Сити сияқты торговый центрларға емес, шоурумдарды қарап шығуымыз керек сияқты. Айгерімнің алған свитшотын қысқаша көрсете салайын. Вот осындай свитшот, ең қарапайым Тойодан алдық. Вот осы. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менің блогымның 3-ші күні. Біз бүгін менің бөлмеме кейбір заттарды алуға келдік. Жиһаздан мен өзіме айна және де напольная вешалка алғым келіп жүр. Соны қарауға келдік.
Осы жақтарда болу керек. Ақ түсті менің жаңа интерьеріме бөлмем келетіндей алғым келіп жүр. Соны қазір іздейтін боламыз. Бүгін күн кешегі алды күнге қарағанда жылдырақ, сол себептен тек бір толстовканы кие салдым, и мен пучогымды қараңдар. Ең қарапайым образбен шыға салдым, қолыма түскен киіп жүріп іздеп. Вешалкалар бар, бірақ дәл мен қалғанда әлі көрген жоқпын. Осындай айна қарап жатыр. В принципе, жақсы сияқты. Аппақ. Вешалканы таңдадық, енді қазір айнаны алып. Соны қазаламыз. Бірден кіріп, кішкене жүріп таңдап алғаныма қуанышты болып тұрмын. Өзімен аптыр, енді бөлмемді қоятын болам жиһаздарды. Сіздерге көрсете кетейін. Қандай алғанымызды міне осындай вешалка гардеробный алдық. Ақ түсті. Бірақ крапинкалармен, кішкене сұр түсті крапинкалармен осындай кейініріп үйге келсін көрсем. Және мына айна. Ақ түсті, ол да астында стойкасымен мен үшін дәл келеді, себебі мен айнаны бір жерден бір жерге ауыстырып отыратын болам бөлмемде. Вот осы екеуі. Енді маған кәдімгі киім ілетін ілгіштер алу керек. Ақ түсті мен Минисодан көрген болатын, кеше 1000 теңгеге 6 штуктан. Бірақ олар дәл ақ түсті болған жоқ та, матовый, бірақ андай ашық жасыл, ашық көк, сондай түстерде болды. Енді білмей тұр, маған таза аппақ матовый вешалкалар керек болып тұр. Бұның бәрі неге? Себебі менің интерьерім ақ түсті болады толықтай. Және де мен видео түсірген кезде фон ретінде қолдадым ғой бұны өзім бөлмемді. Сол себептен де барлығына сәйкес келу керек. Менің ойлағанымдай тура шығу керек та. Сол үшін жақсылап іздеп мен барлығын қарап жүрмін. Келдік, енді қазір сіздерге кішігірім распаковка жасайтын болам. Бірге ашамыз. Осындай мынау вешалка. Көрдіңіздер ме? Ақ түсті емес, стаканса осындай. Енді мынаны қазір құру керек. Барлығын жинастырып, құрастырып қойдық. Енді сіздерге жақынырақ көрсетейін. Мына осындай айна. Астында колесалары бар. Және де кез келген жерге қозғалтып қоя беруге болады, ақ түсті. И және де мынау вешалка. Қалай еді? Гардеробная вешалка деп аталады. Осындай ақ түсін алдық. Бұл менің комнатам емес, бұл менің бөлмем емес. Менің бөлмемде әлі ремонт дұрыс аяқталғанда жоқ. Сол себептен осы жақта көрсете берейін. Мен сіздерге қазір айтайын, екеуі 12 мыңға шықты. Мынау алдым, мынау 6 мың. Осындай арзан бағада алып алдым. Өзім өте қатты қуанышты болып жүрмін. Енді мына қазір киімдердің барлығын іліп қоям. Барлығын емес, енді керектілерін, көп киетіндерін. Осылай. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Менің даусымнан және де ісіп кеткен көздеріммен бетімнен көріп тұрған шаршағанда тұрғанымды. Сағат неше екен білмеймін қазір. 8:30 болған. Және де менің айтқым келгені бүгінгі күнім өте продуктивті және де қызықты өтейін деп тұр. Сол себептен соңына дейін көріңіздер. Ал мен кеттім, түрімді ретке келтіремін, таңғы асым ішемін. Бигудиді қараңыздаршы. Бүгін бізде фотосет болады. Және де соған қазір мен бірнеше образдар, луктарды қарастырам. Сосын шашымды дұрыстап жинап бере алайын ба білмеймін, көрем. Қандай фотосессия дегенде біз қазір бірнеше локацияларға барып өзіміз жасаймыз фотосессияны Аружан екеумізге. Сіздер менен бірге боласыздар, бәрін көрсетемін. Міне жинап алдық. Әйгерімнің лугы күшті. Кішкентейін көрсем. Хайлайт күшті болып тұрды мұрында. Емерді қазір Аружан визажистқа барады, содан кейін барып көйлекті аламыз да фотосессиямызды бастайтын боламыз. Оған дейін Аружанды күте тұру керекпіз. Бүгінгі көңіл күйім күшті болып тұр, өзім ұнап тұр. Шашымды ұнап тұр, істеп қойған. Тек чолкамды бүйралап кішкене көлем беріп қойдым, бірақ дегенмен де әдемі болып тұр.
шықтық. Қазір салон красотаға барамыз екеуміз. Мен бэкстейдж түсіретін боламын сіздерге. Бірақ макияжды мен жасамаймын. Аржан өзіне жасатады. Не, осы жерде. Бүгін күн шықты, дала жып-жылы. Керсеп болды. Менің бүгінгі аутфитім. Енді қазір көйлекті алуға барамыз, прокат платье. Сосын фотосессиямыз басталады тура. Күн шығып тұр, бұл жақсы. Әйтпесе көптен бері бұлттанып, сондай болып тұрады. Білмеймін. Звондап сұрау керек. Прокат. Сейчас, подожди, найдется. Көйлек алуға келдік. Блогер болсаңыз ғой. Не, блогер апам, менде сондай. Біз фотосессия жасауға келдік. Бізде жаңа прокат платьеға барып едік, бірақ кейбір проблемалар болды. Нас подвели, короче. Иә, солай орысша айтқанда, сол себептен біз өзіміз лук жасадық. Күшті локация тауып алдық. Иә, күшті локация таптық. Енді қазір осы жақта фотосессия жасайтын боламыз Аружанға, сосын маған. Вот, күн деген енді қатты шығып тұр ғой, көзімізге түсіп. Негізі паркқа локациямен келген болатынбыз. Нақты локация ойластырған жоқпыз, бірақ парктан табармыз деп. Және де дәл келіппіз, осындай күшті ағаш тұр ғой. Әдемі болып тұрады суретсек енді. Енді осы локацияда түсіреміз Аружанды. Білмеймін, маған енді күшті ұнап тұр, әдемі болып тұр. Сіздермен бірге бөлісетін боламын, қандай фотолар шыққанын. Заодно Айжан да фотосессия жасап алды өзіне. Мен киімді ауыстырып алдым Аружан жаңа киген образына. Тиктоктарда түсірдік, фото, видео барлығын түсірдік. Енді бұйырса көресіздер. Көзіме күн түсіп тұр. Вот, енді қазір киініп, точнее киініп тегінде аяқ киімді ауыстырып, мен туфлимен жүрмін айтпақшы. Сол туфлиді ауыстырып, үйге барамыз. Айжан қиналып туфлиін ауыстырып жатыр. Так, бізде скоро бір күшті жаңалығымыз бар. Айжан екеуміз бірігіп істейін деп жатырмыз. Осы жақын арада көретін боласыздар. Или мен өзім инстаграмымда айтамын, сол кезде көретін боласыздар. Әлі киіп жатыр ғой, қиналып. Туфлиді кроссыға ауыстырған не деген кайф екен білсеңіздер ғой. Все, болды, кеттік Айжан. Туфли ғой. Рахаттанасың ғой. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін сағатқа 9 болды. Мені жаңағыда Әйгерім оятты, черт күшті ұйықтап жатқанынан. Осылай мен күнім басталадым. Және де бүгінгі күнді қызықты болу керек. Сол себептен блогты да бүгін түсіремін, бүгінгі күннен. Таңертең осылай бетім қатты ісіп тұрады. Менің жазғы таңғы асым осындай. Қазір сэндвич жасайтын боламын, мына жұмыртқамен. Сіздерге қазір көрсетемін. Сосын осындай сэндвич па, Америкада қалай айтайын? Бутерброд. Сондай шығады. Тин. Ой, мен саусақтарым. Пока. Достар, мен жаңа үйді жинап бітірдім. Тамашкенен кейін осы уборка жасадық, үйді жинап енді. Қазір видеомды, влогты монтаждайтын боламын. Айгерім қазір блины жасайым дейді. Сол себептен оның қасына Жөн алайын хотя бы. Алған жоқсың ба не? Ең жаман наш мына. Неге ең жаман біреу емес? Әдемісің деп фонға отырмаймын. Блиныға, видеоға деп бермей тұрған қарашы. Маған не болған? Күшті блины шығып жатыр Айгерімде.
Енді қазір сізге соңғы дайын болған кезде көрсететін боламын. Ол деген соус па бірдеңе жасаған еще блинаға деген. Мындай клубничный, манағы клубникадан осындай соус па не сироп бірдеңе істеп тастаған. Өзі соус деген. Как еще назвать? Не дейді енді сироп, крем. Білмеймін. Білмеймін, әйтеуір сондай бірдеңе істеп тастады. Күшті екен бірақ. Сәлем бердік, Ақтілек. Бақытты бол. Қайда жиналдыңыз? Білмеймін, бір сестрам келіп бір жаққа барамыз деп айтып жатыр едік. Қазір менің өзімнің класстасым, Дарияны білетін шығарсыздар, блогтарда жиі болады. Сонымен қазір кездесейін деп шештік. Сол енді Аржанның тройкасын киіп алдым. Қойсыға жасап, мен осы балапан шаштарым бар ғой, жатпайды, адам жынына тиеді. Сол қазір жиналып кафеге барамыз. Қазір сізге лугымды көрсетейін. Вот, мне осы тройканы киіп барам. Күшті болып тұр. Ормал жігіттердің бірі қай ортаға барса да етене өкпесі жоқ дейін ба? Дариямен кездестік бүгін. Наконец-то. Влогтарымнан көрген шығарсыздар мен. То есть Дарияны. Сестренкасымен келді. Привет. Енді заказымызды күтіп отырмыз. Әңгіменді айта бер, Дария. Біздің заказымыз келді. Сөйтіп әңгіме айтып отырмыз. Сен Дарияның апасы дейм ба, не дейм? Айта бер. Вот Гүлдина келді. Дария. Отырмыз сыр шертіп. Деба не өшеді, сондай ол. Жақтан освещение шаман ақкен бірақ. Дәл үстіне. Кафеден шықтық, апоттан. Енді қазір Арбатқа. Типа парк посына бар тұрмыз. Ақтөбенің Арбаты шеш. Ақтөбенің Арбатына. Стадионның алды ғой негізі. Осы жақындағаны өзгеріп тастаған Арбат деп. Андай артық ерекше ештеңе жоқ. Күштеген айжайпен жүрген деп қой. Мына жер күшті болып тұр, қарашы, әдем. Өтпесірем ба? Біраз әңгіме айттық қой, отырып алып. Қаншама тақып тұр ол. 2 сағат өттік па? Білмеймін. 4-те келдік. 2 сағаттай отырдық қой. Ауа райы енді күшті болып тұр екен, прям далаға шығуға, серуендеуге прям күшті болып тұр. Жып-жылы. Итпен де серпілді. Келдік Арбатқа. Қандай болды? Короче... Фанаттарымыз қызады, короче. Арбат айттым. Біз тикток түсіреміз деп келсек, бұл жерге көп подписчиктардың көбе көретін ғой. Так, еще сөлкен суге келді. Вот еще. Рахмет. Тиктоктарымызды түсіріп. Келе жатқан шаяу мороженыймен. Қазір жоқ. Мынаны қарасаң, өрмек екен. Бүйтіп тұрады. Ақтілек бөлесімен жүріп, әңгімелесіп, жайлап жүріп келдіміз. Ауа райы енді керемет айтқанымдай. Арбатта жаңа көп тіркелушілерімді көрдім, тиктоктар түсірдік, фотода түсіп, күшті қызықты болды. Осылай жиі шығып тұрам ау деймін. Подписчиктерімді көріп тұрып. Вот солай. Менде зарядкам аз. 5%-те қалған шығар. Вот, осылай жүрміз әлі. Закат классная. Бүйтшеш былай. Фотосы Жаздың соңғы күндерімен, 2020 жылғы жаздың соңғы күндерімен рахаттанып жүрміз. Капорттан одан кейін жаяу жүріп, серуендедік та енді келіп жатырық шай ішіп. Жаңа қыздармен әңгімелесіп, сөйтіп болып жатырық. Енді қазір түнгі 12-ні күтіп жүрміз. Берсі Ақтілектің туған күні ар жақтарда отырыншы. Вот, аяқ астынан Аружан трайфл дайындады. Енді не болғас? Сөйтіп аяқсын дайындап қойды да. Бүгін енді 12-де құттықтайтын боламыз. Осымен менің влогым аяқталады. Менің каналыма тіркеліңіздер, осы видео лайк басыңыздар. Келесі влог қандай екенін білетін шығарсыздар да, спойлер айтып қойдым ғой. Сол себептен келесі влогта кездескенше.